Сәлем достар, бүгін интернет жүйесінде және ютубте және Қазақстанның басқа да бір информ каналдарында пайда болған Нұрсұлтан Назарбаевтың сөйлеген сөзі халықты бір сілкіндіріп тастады. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін адамдар сезіктене бастады, өйткені қанша мына 10 күннен астам уақыт өтті. 10 күн уақыт өткенде үндемей отырып, бүгін ғана шыққаны халыққа бір қызық, оғаш болып көрінді. Өйткені оның алдындағы біз интернет жүйесіндегі алып жатқан басқа да бір ақпараттардан мына бұрынғы президенттің басқа елге ұшып кеткені, олардың туыстарының Бішкек арқылы ұшақтарға отырып басқа елге ұшқаны туралы ақпараттар пайда болды. Бүгінгі Назарбаевтың сөйлеген сөзі мен ойымша, қазір әлемде интернет жүйесінде көп қолданылатын және де видеоларда қазіргі заманауи бір шыққан Deepfake деген программа соған қатысы бар деп ойлаймын. Deepfake деген программа Қазақстанда білмеймін, қолданылмай ма, бірақ Deepfake деген программаны Ресейдің Сбербанк жарнамасында қолданылды. Ол Сбербанктың жарнамасында бұрынғы Леонид Куравлевтің жас кезіндегі бейнесі, олардың жарнама ролигінде бейнесі алынып, соның бейнесі қолданылды. Олардың видеоларында сол бұрынғы кездегі Леонид Куравлевтің бейнесі пайдаланылатын болды. Одан басқа да оның алдында бір Форсаж деген фильмді білесіздер. Соның бір сериясында, оның алдында сонда басты рөлдердің біреуін ойнайтын бір актердің автокатастрофада қайтыс болғанын естіген шығарсыздар. Сол фильм түсіріліп жатқан кезде, фильм түсірілмей бітпей, ол кісі өмірден қайтып кетті. Сонда сол Deepfake деген программа қолданылып, сол өлген адамның, қайтыс болған адамның бейнесі қолданылып, Deepfake арқылы фильм түсірілді. Сол себепті оның алдында бір әлемде бір саяси бір жанжал болды. Онда Барак Обаманың Deepfake бейнесі пайдаланылып, бір жалған видео пайда болды. Ол жалған видеода Барак Обама басқа бір адамдарды, саяси әлемдегі басқа бір адамдарды балағаттап, сондай видео пайда болды. Бірақ оны әлемдегі осы Deepfake пен істейтін және де видеомен істейтін мамандар оның Deepfake өтірік жалған видео екенін дәлелдеді. Сол сияқты бүгінгі видеода маған сол Deepfake сияқты болып көрінді. Өйткені бұл кісінің отырған жері өзіміздің Астана қаласындағы өзінің библиотекасындағы кабинет сияқты болып көрінді. Бірақ енді оған оншама ұқсамады. Өйткені үстелі таза, үстелдің үстінде сағаттан басқа ештеңе жоқ. Ешқандай
бір қағаздар, документтер көрінбеді үстелінде. Және де екі ракурстен түсірілген видео болды. Сол видеолардың бір-бірімен видеопотоктың бір-бірімен бір-бірін ауыстырғаны онша дұрыс болмады. Өйткені мұны видеомен айналысатын адамдар байқаған шығар. Бұл видеоны үлкен экранда бүйтіп қарасаңыздар, онда кейбір оның олқылықтары көрініп тұрады деп осындағы ютубтегі бір дипфейк мамандары сондай тұжырымға келді. Сондықтан да бүгінгі Нұрсұлтан Назарбаевтың сөйлеген сөзі менің ойымша да дипфейк болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет.